Мен Махаммадалиева Гүлроза. Анар Смайлов атындағы кәсіптік колледжінің Медбике 191-12 тобының 1-ші курс студентімін. Бүкіл әлемді дүр сілкіндірген бұл жағдай ешкімді бейжай қалдырмағаны анық. Әркім қолынан келгенін жасап, көмектесуге әзір. Еліміздің ақындары да осы індет туралы өлең жазып, халықты үйден отыруға шақырып отыр. Солардың топтамасынан өлең арнадым. Тұра берсін жерім аман, тауым да аман. Аман жүрсін досым да, жауым да аман. Адам түгіл шөптермен жәндіктердің қиналғанын сезіну ауырмаған. Көңілім бар, ешкімге тарылмаған. Аман болсын жат адам, бауырда аман. Адам түгіл тұп-тұнық мына аспаннан, жұлдыз ағып құласа ауырмаған. Шаршасам да қуатты дауылдардан, жауындардан беймезгіл сауылдаған. Бәріне де көнерем тек сәбидің, жутаңдаса жанары ауырмаған. Өткереді не зұлмат құйымды адам. Елім аман болсыншы, үйімде аман. Мына сұлу ғаламда сақтай көр Құдайым, сол болсыншы беретін сыйың маған. Біз үйдеміз, біз біргеміз. Мен Молданқұлова Диара, Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледждің 591 медбике тобының 1-ші курс студенті боламын. Мен бос уақыттарымда қызықты кітаптар оқып, және де өлеңдер айтумен айналысамын. Солардың ішінен біреуін айтып берсем: жақсылықты, жамандық жоқ бітті. Жүректерде кеткендей суып тіпті, оңашада отырып ойлансын деп, адамзатты үйіне қуыптықта. Зар илетіп, сонан соң сол үйірген. Заманды өтті, молалар мол үйілген. Бар болғаны үйіне қамап қойды. Қуып шықса қайтерең сол үйінен. Тексіздікке төр беріп күле кірген. Таптыма екен тілінен, тілегінен. Байқасаңыз мына дерт басқа емес, жайылуда адамзат жүрегінен. Мен Медбике 191-12 топ студенті Қарасай Әсел Жексенбайқызы боламын. Жазатайым жығылғысы келер дейсің орға күн. Сезінбесең секем алмай сыртқы жауды зорландым. Қабырған дүр болғаны мен қоғамың бір бауырым. Үйден шықпа, елді сақта, үй қазіргі қорғаным. Қанбағалда кешіп жатыр бай баламса байда мұң. Европа, Азияда таппай бірін айланым. Өзгеге де көмегің сол бауырым. Үйден шықпа, елді сақта, үй қазіргі жайлауым. Қабыл алда риза бол жаратқанның сынағын. Елге түскен өтер бастан сәл шыдасаң мына күн. Ошақ бөлек болғаны мен отан ортақ бауырлар. Үйден шықпа, елді сақта, үй қазіргі жұмағым. Мен Танатарова Аружан Маратовна. Жер мен көктей таныдым ба алапты, кеудемдегі сүйемін бе зарықты. Ізгілікте бар ма менің үлесім, кім жеңеді кереғарлық күресін. Күллі әлем алақандай ап-анық, күллі жанар бір нүктеге қадалып. Күрсінеді қаламіштен тынғандай, күнтізбеден күліп шығар күн қандай. Көзді арбаған бақпа суырма маңызды, жаратқаным тіл қататын тәрізді. Жер бетіне жетпей бәлкім мейірім, сынап жатыр адамзаттың пейілін. Күбірлейді жаған үні құлақта, күмілжіген жан менен тән сынақта. Күллі әлемді қауызына сыйдырып, батқан күнді басынасыз сығылып. Бір тамшыдан мені міне жаратқан, құдіретпен сәтім көкте санасқан. Аспан үнсіз тағылымын төккенде, шұғыласы маңайымнан өткенде. Өтедім бе жер ананың қарызын, өтедім бе адамзаттың парызын. Қарашыққа үміт жасын тұндырып, көлбеңдейді ғұмыр дейтін құндылық. Жер ананы сақтай көр деп бесігін, тәңірімнен сұрап тұрмын
кечирим. Мен Анартаева Шахруза, медбике 191 12-ші топ 1-ші курс студентімін. Саналатын кезі бұл төзімнің де, қамын ойла өзгенің өзіңнің де. Еріксізден үйіңде отырғанда еркіндіктің қадірін сезіндің бе? Бос уақытты енді осы пайдаңа асыр. Кешке дейін құр ұйықтап көзіңді ілме. Қауқарсызын көргенде күшіңнің де, қамын ойла үлкеннің кішінің де. Бұл күннің қадірін білші бүгін, тоқтағандай тынымсыз тіршілігін, қауіп пенен қатерден сақтау үшін иманыңның көктеткін бір шыбығын. Бір Аллаға қол жайып дұға қылсақ, қорған болар тоқтаусыз құлшылығың. Адастырмай пендені арман үміт, атар сонда арайлы таңда күліп. Құлшылықпен тіршілік жалғасады, күмәнсіз сен көңілге алма күдік. Бүкіл әлем болсын деп тыныштықта, жаратқаннан сұрайық жалбарынып. Әлем күресіп жатқан пандемияны еліміз амандықта еңсерсе екен дейміз. Біз отбасымызбен қазір үйдеміз. Барлық сақтық шарасын барынша жасап жатырмыз. Отанымыз үшін, болашақ ұрпағымыз үшін, өзіміз үшін біз үйдеміз, біз біргеміз.